Насыбай не мәдениетке, не әдепке, не гигиенаға сай келмейтін. Көке, басқа проблема жоқ па Насыбайдан басқа? Ютубта болсын, ТикТокта болсын, Инстаграмда болсын, қазір Насыбай туралы депутаттар бір сауалнама тастап еді. Насыбайдың зияндығы, адамнан жағымсыз иіс шығып тұратын. Сразу осындай роликтер пайда болды. Көкетайлар-ау, Насыбайды не үшін жақтап жатсыңдар? Действительно зиян ғой ол деген. Шыққанның боғы ол деген. Келе жатқан ораза туралы қаншама видео түсірдік біздер. Достар, оразаға кіргеннен кейін, ауыз ашқаннан кейін насыбайлардың тастарында темекілерін шекпеңдер деп, сондай пайдалы контент, пайдалы видео түсіріп едік. Енді бір насыбай туралы шығып еді, тек ой, соны ақтап, соны кәдімгідей. Дұрыс нәрсе айтып жатыр ғой. Білем, депутаттар кейде бір дұрыс емес, кейде дұрыс нәрсе айтады. Бірақ именно Насыбай туралы айтқан нәрсесі ол дұрыс нәрсе. Несіне Насыбай жақтап отырсыңдар? Сасып. Сендерге делать нечего ма сонда? Мен түсінбеймін соны. Осы сендер түсінбедің вообще мен. Қазақстан Республикасының жоғары жақтағы адамдарды вообще түсінген жоқпын мен.